Бантик тігіп үйренейік. Бізге қажет зат: фатин 150 см ұзындығы, ені 20 см. Атлас лента и резина. Алдымен фатиннің бір ұшын атлас лентаны екі бүктеп тігіп аламыз, қайырып яғни. Міне бір жағын тігіп алдым. Екінші жағында дәл солай қайырып тігіп аламыз. Міне тігіп алдым. Машинкамен тіккенін көрсеткен жоқпын, уақыт алды. Осылай екі бүктеп, яғни атлас лентамыздың біреуі жоғары, біреуі төмен тұру керек. Сонда әдемі көрінеді жиырған кезде. Осылай бүктеп аламыз. Инемен қадабасаңыздар да болады. Осылай қолмен не істеп, басымен ұшын ұстап, бір-біріне кигіземіз. Себебі қазір тіккен кезде бантигіміз әдемі түсу үшін. Осылай видеода көрсеткендей біріктіріп аламыз. Содан ине жіптің көмегімен жиырып тігеміз. Жібіміз қалың болса, бантиктеріңіз көпке шыдамды болады. Мен 4 қабаттадым жібімді. Арасын кең-кең қылып жиырсаңыздар әдемірек көрінеді. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Үстіп жиырып тігіп аламыз. Міне бантигіміз дайын. Енді осыған резина тігеміз. Резинаны да қалың жіппен 2-3 мәрте қайырып тігіп аламыз. Қатты кіргізіп тіксеңіздер жақсы тұрады. Осымен бантигіміз дайын. Істеп көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға кетіңіздер. Рахмет сіздерге менімен болған үшін. Парақшам әрдайым қазақша жүргізем.